Ана мен бала денсаулығын қорғау, еліміздің болашағы мен дамуының басым бағыты және ұлттық медицина жүйесінің алдында тұрған ең маңызды да күрделі міндеттердің бірі. Түркістан облыстық балалар ауруханасы еліміздегі ең үлкен көп бейімді клиникалардың бірі болып табылады. Педиатрия және балалар хирургиясы саласы бойынша 27 бағытты мамандандырылған шұғыл және жоспарлы хирургиялық, педиатриялық және жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетеді. Биылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде балаларды қалпына келтіру және медициналық оңалту емін алуға жағдай жасалған. Жоспарлы түрде 340 пациентті қабылдауға мүмкіншілігі бар консультативті диагностикалық емхана халыққа өз қызметін көрсетуде. Тұрғылықты мекенжай бойынша емхананың жолдамасымен медициналық көмек тегін көрсетіледі. 2019 жылы облыстық балалар ауруханасы аккредиттеу стандартына сәйкестігіне сыртқы кешенді бағалай өтіп, сенім сертификатына ие болды. Облыс аймағындағы алыс елді мекендерге мамандандырылған медициналық көмектің сапалы және қол жетімділігін қамтамасыз етілген. Облыстық деңгейде мамандардан кеңес алу, емдеу және сапалы зерттеу үшін телемедициналық консультациялар мен бейнеконференциялық байланыс жүргізілуде. Аурухана құрамындағы есту ақаулары бар науқастарға консультативті диагностикалық мамандандырылған көмек көрсететін сурдологиялық орталығында жыл сайын 2000-ға жуық есту жүйесімен әртүрлі ақауы бар науқастар орталықта толық тексерулерден өтеді. Коронавирус инфекциясы бойынша пандемия басталғалы облыстық балалар ауруханасында Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының бұйрығымен 30 төсек орынды жұқпалы ауруларға арналған құрамында жансақтау төсек орны мен жұқпалы ауруларға арналған бөлімшесі ашылды. Облыстық балалар ауруханасында күзгі қысқы эпидемиялық маусымда сырқаттанушылықтың көтерілуі кезінде ЖРВ және тұмаумен ауыратын балаларды қабылдауға дайындық шаралары жүргізіліп жатыр. Клиниканың деңгейінде сырқаттанушылықтың ықтимал өсу жағдайына толық дайындығын қамтамасыз ету мақсатында толық қажетті дәрі-дәрмектермен, антисептикалық және жеке қолданыс құралдарымен 2 айға жететін қор жинақталып, бір реттік пайдаланатын қорғаныш костюмдер, антисептикалық заттар, бір реттік бетперделер, қолғаптар қажетті мөлшерде алынды. Оттегімен қамтамасыз ететін қосымша 43 нүктелер орнатылды. 6 оттегі концентраторы, 6 консольдармен жабдықталған. Қабылдау бөлімшесіне реконструкция жасалынып, пациенттердің шұғыл және жоспарлы түрде келген науқастардың легі бөлінді. Пациенттердің тексеріп қарау бокстары дербес оқшауланған. Инфекциялық қауіпсіздік талаптарына сай қызметкерлерді қорғау мақсатымен таза мен лас аймақтарға кіріп шығуға шлюздер орнатылды. Оттегімен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйесі бар. COVID+ пациенттерге арналған бокстар мен изоляторлар жасақталды. Бүгінгі таңда аурухананың жұмысы қалыпты. Жоспарлы түрде науқастарды шектеусіз қабылдайды. Ұлтымыздың жарқын болашағы үшін талмай қызмет ететін аурухананың жұмысы бүгінде қалың бұқара назарында.